Сәлем достар, кез келген адам үйіне кондиционер қондыруға мүмкіндігі жоқ. Басты себеп оның жоғарғы құны. Адамдар әртүрлі тәсілдермен ыстықпен күресуге тырысады. Олардың кейбіреуі қате. Бүгінгі видео денсаулыққа зиян келтірмей, қалай ыстықпен күресуге болатыны туралы. Көптеген адамдар ыстықпен күресудің ең жақсы жолы суық су екеніне сенеді. Сол үшін көбісі арнайы мұз дайындайды. Өте ыстықта суға мұзды қосып ішу өте қауіпті. Себебі бұл тамақ ауруы ықтималдығын жоғарылатады. Ыссы кезде дене әлсірейді, сондықтан иммунитет біршама төмен болады. Және бұл микробтар үшін керемет орта. Жаздың ыстық күндері терезе мен балкон есіктерін күннің қызуы қайтқаннан кейін кешкісін ашу қажет. Күндіз ыстық ауа ішке кірмейтіндей етіп, терезелерді және перделерді жауып қажет. Егер үнемі көлеңкеде болатын терезелер болса, онда оны ашып қоюға болады. Ал күн түсіп тұрған терезені ашып қоятын болсаңыз, даладағы секілді бөлмеңіз де ысып кетеді. Ыстық жасыл шай кез келген ыстық сусын секілді қан тамырларын кеңейтеді. Ол қан қысымын төмендетеді және терлеуді арттыруға мүмкіндік береді. Дене тез салқындап, дененің артық терлеуіне жол бермейді. Ал салқын сусын болса, ағзаның жылдам салқындауына әкеледі. Нәтижесінде денеміздің қорғау механизмі ретінде дене температурасын көтеру туралы бұйрық беріледі. Нәтижесі қан тамырларымыз тарылып, қысым күшейеді. Суық сусын ішкеннен кейін денеміздің терлеуі ұзаққа созылады. Әсіресе газдалған сусындары ішетін болсаңыз. Желдеткіш өте ыстық күндерде ыстық ауадан құтылу үшін көмектесетін қарапайым және салыстырмалы арзан құрылғы. Онымен ыстықта оңайырақ, бірақ құрылғыны адамға тікелей ұрмайтындай етіп орнату өте маңызды. Оның себебінен сіз ауырып қалуыңыз мүмкін. Мысалы, мұрын бітелу, тамақ ауруы, бұлшықеттеріңе салқын тиюі мүмкін. Сондықтан желдеткішті адамға тікелей бағыттамау өте маңызды. Күн ыссы кезде адамның терлеуі көп болады. Бұл кезде денеден сұйықпен бірге көптеген микроэлементтер шығып кетеді. Сондықтан сіздің сұйықтық рационыңызға көкөніс және жеміс шырындары мен жалбыз шөптерінен жасалған сусындарды қосыңыз. Ішетін суыңызға лимон шырынын қосыңыз. Ал өте қатты ыстықта суыңызға сәл тұз қоссаңыз жақсы болады. Өйткені бұл ағзадағы сұйықтықты сақтаудың ең тиімді жолы. Бірақ артық кетпеңіз. Бет пен аяқтың сынуы болуы мүмкін. Өте жоғары ыстық кезінде бөлмеде адам қасына легенмен өте салқын су қойып қойыңыз. Ол ауаны дымқылдататын болады және суықтың біраз мөлшерін береді. Бұл әдіс сізді тікелей бағыттаған желдеткішке қарағанда денсаулығыңыз үшін мүлдем қауіпсіз. Ал сіздер ыстық күндері қандай амалдар істейсіздер? Пікір қалдырып кетіңіздер. Мүмкін біреуге пайдалы болып қалар. Егер видео ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.